өзімізге болған мұнасебетіміз өзгерсе, өміріміз өзгереді екен. Ол не дегені? Өзімізге болған мұнасебет нелерде көрінеді? Бір көріп шығайық. Біздердің қандай режимде ұйықтап отырғанымыз? Дұрыс ұйықтап жатырмыз ба? Уақытында жатып, уақытында тұрып жатырмыз ба? Не зат жеп жатырмыз? Сауғлам ауқатланып жатырмыз ба? Я болмаса маған бола береді. Хаммеге созып беріп, өзімізге қалған құтқанды, біреуден сарқытты. Бұл да бола береді деп жүрміз ба? Өзімізге мұнасебетіміз өзгермесе, өміріміз өзгермейді. Оған дұрыс ауқатлану, уақытында ұйықтау, не киіп жатырғанымыз, өзімізге мұнасебетіміз не только сыртқы киімдер, ішкі киімдеріміз. Ол көнеріп кетпеді ма? Жатып жатырған постельный бельеларымыз таза ма? Қандай? Жаңадан алынған ба? Я бір 10 жыл болып кеткен ба? Бұл жерде өзіне мұнасебет дегенде лайықлылық программасы кетіп жатыр. Мен лайықпын таза посудадан ауқатлануға. Мен лайықпын таза жерлерде ұйықтауға. Мен таза киімдер киюге лайықпын. Яқ, маған бола береді десеңіз, бола береді сізге. Өміріңіз өзгермейді. Сіз әрдайым недовольный болып жүре бересіз. Бұлар хаммесі апуайы, негізі жасаудың өзі апуайы. Хаммесі аддилікті дейді ғой. Бұлардың хаммесі адди апуайы затылар, бірақ біздер етібарға алмайтын затылар. Сол үшін бүгін өзіңізді бір анализдеп көрің. Сіз өзіңізді нелерге лайық деп біліп жатсыз? Өзіңіздің өміріңізге мұнасебетіңіз қандай? Өзіңіздің денеңізге мұнасебетіңіз қандай? Өзіңіздің кеуіліңізге нені алып жатырсыз? Ойларыңыз позитивный ма, негативный ма? Өзіңізді күнімен критикалап жатсыз ба, я мақтап жатырсыз ба? Мен ақ үлгере алмаймын, мен ақ өтемін, мен ақ кеш қаламын деп жатырсыз ба? Айыплап, яғмаса өзіңізді күнделікке мақтап, жақсы затларға лайық екенін айтып жатырсыз ба? Соның хаммесін анализдеп көріп, әр біріне етібар қаратып басталған күніңізден бастап, өзгерістер, ажайып өзгерістер басталады.